өрісі, дамуы өте жақсы. Өйткені батыстың қазір әлеуметтік желілер мен өте дұрыс деп қолдаймын. Өйткені сіз қазірден бастап олай болып қажет жоқ. Өзіңізбен өзіңіз болыңыз, өзіңіз қалай. Қайырлы күн. Бүгін қонақта Талғат мырзаға келіп тұрмыз. Талғат мырза автокөліктерді алып сатумен және Кюфо бизнес скул деген кәсіпкерлік бизнес мектебі бар. Сол кәсіпке байланысты бірнеше сұрағым бар. Неліктен жастар бизнеске қызығушылығы артып жатыр? Соған сіз қалай ойлайсыз? Өте орынды, жақсы сұрақ. Қазір бизнес деген сөздің өзі өте халыққа жақсы кіріп жатыр. Біздің Қазақстанда осыдан мысалы 90-шы жылдары бұл сөздің не екенін де білмейтінбіз кезінде. Ал енді қазір бұл ұғым жақсы жастарға кіріп жатқаны, өйткені мен бүйтіп ойлаймын, кеңестік дәуірде өстік те, ол кезде социализм, жаңағы коммунизм деп жүрді елдің бәрі. Сол кезде өкімет бәрін сізге оқуды бітірсеңіз жұмыс тауып береді, оқу дайын болады, жаңа квартира барлығын дайындап беретін. Мемлекет сіз үшін барлық жұмысты атқаратын болған. Ешқандай ойлап қажет жоқ болатын. Ал енді біз коммунизмнен социализм қазір капитализмге өткеннен кейін, осы кезден бастап басталады. Жаңағы адамдар өздері жаңағы ақша табу керек болды, өздерінің күндерін өздері көру керек болды. Мемлекет оларға ешқандай жауапкершілік болмады. Сондықтан да осы кезден бастап бізге бизнес деген ұғым кірді. Мен өзім 2000-ші жылдардан бастап осы бизнеске араласа бастадым. Студенттік кезден бастап. Сол кезде бірақ коммерция жаңағы адамдарды мынандай алып сатарлар сондай деп ойлайтын, бизнес деген ұғым болмаған. Мен түсінген бойынша сонда қазіргі жұмыспен жұмыс істеп жүріп, болмаса өзін толық қамтамасыз ету мүмкіндік жоқ деп айтқыңыз келіп тұр ма? Қалай? Жоқ, бұл жерде бизнес деген ұғым дегеніміз өзіңізді өзіңіз жұмыспен қамтамасыз ете отыру арқылы ақша табу, және де сол арқылы жаңағы өніміңізді өндіріп, немесе қызметіңізді көрсетіп, сол арқылы адамдардың, жалпы бизнес деген адамдардың бір проблемасын шешіп беру. Ол тауар сату болсын, немесе қызмет түрі болсын, осы бизнес деген осы ұғымды білдіреді. Ал енді біздің қазіргі осы нарықтың дамыған заманында, ол Америкада анау 80-ші жылдардан бастап келіп алған болатын. Қазір Америка әлдеқайда бізден алда, осы бизнесте өте жақсы трендтардың барлығы сол жақтан келіп жатады ғой бізге. Ал енді біздің қазақи ұғымға осы бизнес жаңадан келіп жатыр, және де мына тренд болып отыр десек те болады. Қазір жастардың барлығы бизнес жасап, кәсіпке баулынып, өздері ақша тауып, сол арқылы өздерінің жаңағы болашақ өмірлерін қалыптастырғысы келеді. Ол өте дұрыс бір жағынан. Неге? Өйткені тәуелсіз елімізде, өзіміздің жерімізде, ата-бабамыз бізде осы жерді қаншама найзаның ұшымен, білектің күшімен бізге тастап кеткеннен кейін аманат етіп, өз жерімізде егер біз жақсы ақша тауып, жақсы өмір сүре алмасақ, осындай бай жерде, сондықтан ол бізге өте үлкен күнә болып табылады. Неге? Өйткені мысалы қараңыздаршы, өкіметті кінәлап, әке-шешені кінәлап, мені оқытпады деп ешқандай ондай сылтаулар керек емес те. Ол үшін тек қана білім жинау керек. Білім жинау арқылы қазіргі осы заманауи білімдерді жинау керек. Содан кейін барып, осы заманауи білімдерді жинай отырып, оны тәжірибе жүзінде іске қолданып, бизнес жасау керек. Ал енді мысалға бүгін ғана өздеріңіз кеше Ларион мырза мысалы Назарбаевтың алдында шығып жатыр ғой, біздің президентіміздің алдында 100 жаңа есім болып. Сол адамды алып қарайтын болсақ, оқымаған, өзінің тәжірибесі арқылы еңбеккерлігінің арқасында мысалы қазір бизнес жасап жатыр. Және де осындай үлкен елімізге қаншама адамға жұмыс беріп, және де налогтарын төлеп, салықтарын төлеп, сол арқылы
елімізге пайдасын тигізіп отыр. Сондай кәсіпкер болуға және де өзіңіздің өміріңізді өзіңіздің қолыңызға алуға әркімнің мүмкіншілігі бар. Әркімнің мүмкіншілігі. Оған сіздің де мүмкіншілігіңіз бар, менің де мүмкіншілігім бар. Сол үшін мен осығанға дейін 2017 жылға дейін өзім жеке бизнестер істеп жүрдім. Автокөліктерді сатып, автомойкам болып, содан кейін бар квартиранттарды жалға беріп, квартираларды алып сатып, сондай. Содан кейін барып білімге көңіл бөле бастадым. Даже 2017 жылы білімге көңіл бөліп, осы бизнес деген не екенін көріп, қарап, теориялық тұрғыда осыны өзім тәжірибе жасап жүрдім ғой, енді бизнес істеп көрдім. Содан теориялық тұрғыдан қарастырдым. Теориялық тұрғыдан қарастырған кезде, сол кезде батыстың Брайан Трейси, Роберт Кийосаки, мысалы, Дональд Трамп, мысалы, қазіргі Джек Ма, Қытайдың сондай алпауыт жаңа бизнесмендерді тани бастадым. Қазір көбінесе жастар жұмыс жоқ дейді. Немесе жұмысқа кіру үшін универді бітіре салып, үлкен опыт сұрайды. Тәжірибе. Тәжірибе сұрайды, сондықтан жұмысқа кіре алмай, кәсіпкерлікке барады. Ол шынында солай ма, или адамдар бір жауапкершіліктен қашу ма, болмаса басқа оңай жолды іздеу ма деп соны қалай ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ. Қазіргі мына жастарда мына тәуелсіздік елімізде өскеннен кейін, тәуелсіздік Қазақстанда өскеннен кейін мынандай құлдық сана жоқ та. Олар өздері қалай ойлайды, өздерінің қандай ойы бар, сол ойымен жүргісі келеді. Ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені поколение Z дейді ғой, қазіргі жастардың ой өрісі, дамуы өте жақсы. Өйткені батыстың қазір әлеуметтік желілер дамығаннан кейін көптеген мағлұматтарды қазір интернеттен қарап біліп алуға болады. Сол арқылы олар өте жаңағы ойлау қабілеттері, болашаққа деген ұстанымдары өте жақсы дамыған. Сондықтан да олар дұрыс ойлайды, негізі тәуелсіз ойлайды. Тәуелсіз ойлау біреуге барып жұмыс істеп, қаншама жыл оның жаңағы жалақысын алып, оған еңбек етіп жүргенше, жастайынан бастап тәуелсіз кәсіпкер болып, қателесіңіз, істеп көріңіз, ол сабақ аласыз. Сол тәжірибе жинап жастайынан. Содан кейін барып, уже сіз бір орта жасқа, 25-30 жасқа келгенде сізде белгілі бір тәжірибе болады да, өзіңіз бизнесте көретін. Мен жанымда да қазір осы Кифотл-Пар компаниясында 19 жастар Шыңғыс деген бауырымыз жүр. Ол осыдан бір жыл бұрын бизнес бастауда танысқанбыз. Мен 10-да болған. Содан бастап жүр. Қазір ешкімге барып жалақыға жұмыс істеп жүрген бала емес. Ол өзінің санасы бар, тәуелсіз ойлайды. Болашақта қазір өзінің күнделікті жұмсап жүрген қаражатының барлығы санаулы. Болашақта мысалы соның көбейту жолдарын және де бизнесмен болуды ойлайды. Мен өте дұрыс деп қолдаймын, өйткені сіз қазірден бастап өз тәжірибеңізде тәжірибесі бар адамдардың жанында жүріп, бизнеске үйреніп, олардың қандай жіберген қателіктерін барлығын көріп, сол қателіктерді жібермеу үшін әрекеттер жасайтын болсаңыз, сіздің бизнесмен болу мүмкіндігіңіз бір 70-80%-ға артады. Неге? Өйткені сіз ол адамдардың жіберген қателіктерінен сабақ алып, және оларды болашақта қайталамауға тырысасыз. Сіз сол арқылы өзіңіздің болашақта 5 жыл, егер сол адам 5 жылда сол қателіктерді жасап, қиындықтарды басынан өткерсе, 5 жыл ішінде соны өткізіп бір белгілі бір табысқа жетсе, сіз сондай тәжірибесі бар адамның жанында жүру арқылы сіз оның жаңағы жасаған қателіктерінен сабақ алып 3 жылда, болмаса 2 жылда жетуіңіз мүмкін. Сонда сіз өзіңіздің алдыдағы қателік жіберетін уақыттарыңызды уақытын азайтасыз да, көрдіңіз ба? Сондықтан да өте бизнеске қарай бет бұрған жастардікі өте дұрыс деп ойлаймын. Содан кейін Марғұлан ағамыздың айтқан жақсы сөзі бар. Әрбір адамның жетістікке жету жолы ерекше. Оны қайталау мүмкін емес. Мен соған қосарым, тағы да айтатын едім, әрбір адам да ерекше. Әрбір адам өзі бір жеке тұлға. Оны қайталау мүмкін емес. Сондықтан да ол адамның өмір жолы сол арқылы қызықты, ол адам өзін өзі ретіп көрсеткен кезде ғана. Көбінесе қазір жастар қайтеміз. Инстаграмда, әлеуметтік желілердің жаңа көріп аламыз да,
сосын сол адамды қайталауға тырысамыз, копировать етуге, былайша айтқанда. Олай болып қажет жоқ. Өзіңізбен өзіңіз болыңыз, өзіңіз қалайсыз, сол мағынада жеткізуге тырысыңыз. Болмаса вообще бір түрлі болып, мысалы, басқа жағынан көрінуге тырысыңыз. Өйткені қазір әлеуметтік желінің, айттым ғой, жастарға деген әсері өте нығайып барады. Соған қарайды адамдар, мысалға, найтюан, мысалы, кәсіпкерлік болмаса, мысалы, әншілерге бәріне еліктеуге тырысады. Солардың ісін қайталауға тырысады, әрекеттерін қайталауға тырысады. Неге ол найтуан, мысалы, басқа жолда оларды мен жаңағы жақтап жатқан жоқпын. Неге? Бірақ мынандай түсінік бар да, ерекшеленіңіз. Бәрі істеп жатқан істі істемеңіз, ерекше бір басқа өзіңіздің ойыңызбен бір нәрсе ойлап тауып, сол жолмен кетсеңіз, сізде адамдар больше құрметтейді, чем жаңағы біреуді қайталағанша, мысалы. Сонда сіз кәсіпкерлікті оны өз-өзімен дамыту, өз-өзімен жұмыс істеу деп қабылдайсыз да жастардың? Жастардың өз-өзімен жұмыс істеу, оған қоса білім міндетті түрде керек. Білімсіз ешқандай, қаншасы тәжірибе жинаңыз, бірақ білім болмаса, ол дұрыс болмайды да, негізі. Сол, мысалы, қазір сіздің жастық шағыңыздың жаңағы көп уақытын білімге жұмсап, и сол алған білімді де өте қатты жинай беруге қажет жоқ та, көп қап. Оны алғаннан кейін сол сала бойынша қолдану керек сразу. Қолданған кезде сізге тәжірибе келеді. Сол кезде сіз түсінесіз. Мынаны, мысалы, бухгалтерия жағынан айтатын болсақ, баланс, дебет, кредит деген бар, мысалы, баланс. Сіз сол туралы сізге өзіңіздің кәсібіңіз жасап жатқанда бір проблема туындап қалды ма? Мысалы, сол арқылы білім жинаңыз да, бухгалтерия қалай болады екен, оны қалай жүргізу керек екен. Болмаса, сол бухгалтерлік істі қалай дұрыс жүргізетін адамдар бар екен, соларды көріп, солармен танысып, болмаса, өзіңіз соны үйреніп, соны тәжірибе жүзінде қолданған кезде сіздің ойыңызда ол жақсы қалады да. Содан ертең ол сіздің миыңызға барғаннан кейін ол өмір бойғы сізге азық болады. Білімді осылай жинау керек деп ойлаймын. Білімді тәжірибе арқылы жинау керек те. Сол кезде сізде ол өзіңізде қалады, и тәжірибесі бар адамдармен көбінесе ортаны өзгертіп, сол тәжірибесі бар адамдармен көбінесе сөйлесіп тұрған жақсы, ақыл кеңес алып тұрған жақсы. Сонда сіз жоғарғы білім оқу орнына қалай қарайсыз? Сіз айтасыз, білімді опыт арқылы алған дұрыс деп. Сонда университет қандай опыт береді дейді ол? Негізі менің ойым, университетке 5 жыл кетіріп қажет жоқ деп ойлаймын. Неге? Өйткені бізде университетте әлі оқу жүйесі дамымаған. Ол жерде сізді бұрынғы біздің өтіп кеткен, мысалы, советтік дәуірден қалған, ойлаймын, сол сана қалыптасқан, сол білім жүйесі қалыптасқан әлі. Адамдарды өзін ойлау жүйесін дамыту емес, керісінше белгілі бір рамкадан асырмайтын, сол жаңағы мұғалімсіз ба, сізді болашақ жаңағы ақшасы бар адамдарға, болмаса мемлекетке жұмыс істейтін қызметкер ретінде шығарады. Еркін кәсіпкер емес, бір сізді маман иесі ретінде шығарады. Узкий специальный. Неге? Өйткені ол жерде белгілі өзінің бір рамкасы бар. Сол рамкадан шығарып, біздің енді білім жүйесі сол, менің ойымша, қазір солай қалыптасқан. Көптеген қазір дипломға 5 жыл оқып, дипломын алып алып, бірақ та мұғалім болып или инженер болып істеп жатқан адамдар мен көрген жоқпын. Көбі осы кәсіпке кетіп отыр, болмаса сол диплом бойынша алған мамандығымен істемей, басқа бір кәсіптерге или басқа бір кәсіпорындарға жұмыстарға кіріп, жалақыға жұмыс істеп жатыр да. Ол дегеніміз өте біздің қазір экономиканың дамыған жағдайында, потом конкуренцияның, бәсекелестіктің өте жоғары жағдайда, ол дұрыс емес деп ойлаймын менің ойымша. Сонда білім уақытын қысқарту керек та. Әртүрлі адам өзіне керек нәрсені әр жерден курстарда оқып алса болады да, и опыттар арқылы жинаса болады. Ал универде 5 жыл ол слишком ұзақ та. Оны сәл қазіргі заманға адаптация жасап, сәл өзгерту керек деп ойлайсыз да? Солай ойлаймын. Неге? Өйткені
5 жыл ол ұзақ уақыт. 5 жылда сіз өте, егер өзіңіз кәсіпкер болып, болмаса жеке курстарды өзіңіздің жақсы көретін курстарыңызға барып, сол арқылы білім алғанда, сіз әлде қайда жоғары жетістіктерге жетер ме едіңіз деп ойлаймын да.